Так, 13-ші бірінші модульді бастайық сонда. Мгм. Ал бастадық. Көрсетілген қай жол белгісі тек орнатылған жол жүру бөлігінің қиылысында қолданылады дейді. Бірінші, екінші ма? Жоқ, 2 мен 3. Егер біздің жол қиылысында екі бөлік болса, екі бөліктен тұрса жол қиылысы, Иә. қай бөлікте тұр, соған ғана ә, жаңа күш жететін осы екі знак. Мынау или немесе мынау. Біз айтқанымыз ғой, тек бірақ жол қиылысы. Мынау да қиылыста тұратын еді ғой. Жоқ, бұл деген жалпы жол қиылысына жауап береді. Жол бер деген сөз. Мыналар бір бұрылысқа ғана. Мысалы үшін жол қиылысының екі бөліктен тұруы мүмкін, Абай көшесі мысалы үшін. Екі бөліктен тұрады ғой. Ал. Вот. Жол қиылысында екі бөлік тұрса, сол соның біреуіне ғана әсер етеді. Қазір сізге сызба түрінде көрсетейін, тағы да есіңізде болар. Мысалы үшін мынау көше ортасында бөлікші жолағы бар. Шөп өсіп тұрады ғой ортада, мына жерде. Иә. Абай көшесі дейміз, немесе Рысқұлов көшесі дейміз, тағы да көшелер көп қой бізде, осында ортасында бөлікші жолақтар бар, Енді бұл жол қиылысында екі бөлік бар деп айтамыз, Солай емес пе? Мынау алғашқы бөлік, бірінші, мынау екінші қиылыс. То есть екі қиылыстан тұрады. Егер мына белгі қойып қойса, мысалы үшін мына жерге солға бұрылуға болмайды деп тұрсашы, яғни ол мынаған айтып тұр, мына жаққа бұрылуға болмайды деп тұр. Себебі бұл деген былай кетіп бара жатқан бағыт емес пе, бір бағыт. Оң жаққа кететін бағыт. Яғни біз бұрыла алмаймыз, мынаған бұрыламыз. А мына үшбұрыш белгі болса, ол жалпы мына жол қиылысын айтып тұр. Бұл жерде жол беріңіз деген сөз, Жалпы жол қиылысына жол бер дейді. Ал мына белгілер болса, мына екі белгі. Бұл екі белгілер тек бірақ жүргін бөлікке әсер етеді. Мына жерде сол сұрап тұрған сол. Тек орнатылған бөлікке ғана қолданатын қайсысы дейді? Яғни екінші және үшінші деп айтамыз, Енді естелікті сақтауға тырысамын, жаттауға. Менің білетінімше, мен Алматы қаласын білмеймін. Әр кезде барам ғой. Менің білетін Ташкентский трасса не ана? Не? Ташкентке баратын жол. Ол жерде де Сол жақта ортасы. көргенім бар ана. Алматы облысының Каскелең ауданы жаңағы селоларында. Ол жол екіге бөлінген, ары қарай сол жол Қаскелеңге қарай шығып кетеді. Ортасында не бар? Иә, 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 Ортасында бөлік жолағы бар, Егер иә. сол Қаскелеңге кетіп бара жатқан жолды сіз қиып өтсеңіз, кез келген көшемен екі қиылыс бар ғой, Бір жол қиылысында екі қиылыс бар. Иә, Ол соны айтып тұр. Мына әр жеке қиылысқа ғана әсерлі, басқаға әсерлі емес дейді. Біріншісіне мынаны қойып қойса, яғни біз тура жүреміз және оңға жүреміз. Солға жүре алмаймыз, өйткені солға бұрылып кетсек, ол қарама қарсы бағытқа шығып кетеміз. Өйткені иә, бір иә, қиылыс қарама қарсы болып кетеді ғой. иә. Сондықтан бұл белгілер, осы домалақ белгілері, бұл тыйым салу немесе мына міндеттеу, именно сондай екі қиылысы бар жол жаңа қиылыстарында қойылады да осы белгілер. Енді мынау дегеніміз тура оңға жүруге болады деген белгі, нұсқау белгісі. Иә, Мынау дегеніміз солға бұрылуға болмайды, тыйым салынады деген белгі, иә? иә, біріншісіне қойып қойса, яғни ол жалпы сол Ташкент көшесіне солға бұрылуға болмайды деп тұрған жоқ. Алғашқы бөлігінде болмайды депті да, екінші бөлігінен бұрыла береміз. Түсінікті ғой енді. Түсінікті, иә, есімде сақтаймын. Ары қарай кеттік. Мгм. Көлік құралын басқару құқығын беруге тыйым салынады. Яғни жалпы жүруге болмайды. Мас күйінде әрине, Көлік құралын басқару құқығы жоқ, яғни правасы жоқ болса. Иә. Мұнда екеуі де дұрыс, Мгм. Сізге көрсетілген орында аялдауға рұқсат ете ме дейді. Мына жерде белгі тұр, ол тұруға болмайды дейді. Ал аялдауға болады. Солай ғой, Тұруға болмайды, бірақ аялдауға болады. Мына белгі тұруға болмайды дейді. Яғни рұқсат етеді деп жаза береміз.
Сізге осы жағдайда солға рұқсат ете ме дейді. Әрине бола береді. Мына белгінің аты не? Бұл белгі деген бірақ бағыттағы жол деген сөз. Ол ешқандай тура жүр деп айтып жатқан жоқ. Бұл деген бірақ бағыттағы жол, яғни біз солға бұрыла береміз. Бұл әдейі көрсетіп тұр да, егер мына белгінің орнына домалақ белгі тұрса, көк, онда тура жүретін еді. Енді бұл домалақ емес, бұл төрт бұрышты, иә. Бұл бір бағыттағы жол деген сөз, яғни рұқсат етеді солға бұрылуға. Қозғалыс жолағындағы үшбұрышты көлденең таңба жүргізуші неден хабардар етеді? Мына жолда жатқан үшбұрышты айтып жатыр. Яғни бұл үшбұрышты көрген кезде біз не деп түсінеміз? Мына біздің көрінбей тұрған жерімізде жол бер деген белгі тұр екен, үшбұрышты белгі, иә. Яғни сол жерде біз үлкен жолға шығамыз, жол бер деген сөз. Мұнан алдына қойған себебі, өйткені ол бұрылыстан кейін тұр, біз оны көрмейміз. Яғни біз жылдамдықты азайтуымыз керек, иә. И бір жағынан біз айтқанбыз, бұл белгінің қандай пайдасы бар. Алдағы көлікті қадағалап отырамыз, өйткені ол жол берем деп тоқтап қалуы мүмкін ғой. Артына слишком жақын жүріп келе жатсақ. Сондықтан бұл ескертіп жатыр. Абай болыңыз, алдыңызға қараңыз деген сөз ғой. Так, сонда не дейді? Маған сұрақ көрінбей тұр. Жартысы жабылып тұр. Қозғалыс жолағындағы үшбұрыштың көлденең таңба жүргізуші неден хабардар етеді? Жаңағы үзілмеген сызыққа жақындап қалды дегенді белгілейді мынау. Жерде жазып қойыпты былай деп. Қай жерде жол беру керектігін нұсқайтын басқа бір белгінің жақын қалғандығы туралы дейді. Қысқаша айтқанда, жол бер деген белгіге жақындап қалдық деген сөз да мынау. Жақсы есте сақтауға болады. Мынау т тәріздес жол, иә. Немесе айырма жол, мінекей айтып тұр, т пішіндес. Немесе екі жаққа бөліну, айырма жол. Немесе ары қарай жол бар болса, оны уақытша жауып тастаған, жөндеу үшін. Яғни бұның толық аты осы екен. Мыналар да дұрыс, бірақ бұларда толық айтылмаған, толық мына үшіншісінде айтылған екен. Яғни мына белгі үш себепті қояды екен. Егер т тәріздес жол қиылысы болса, немесе айырма жол болса, немесе ар жақта жол болса, оны уақытша жауып қойса, жөндеуге, сонда осындай белгі қоя салады екен. Мына белгі қауіпті дейді. Осы белгі қауіпті деген сөз ары қарай баруға мүлде болмайды деген сөз. Егер біз қалтамызда бір құжат болса, керемет, біз ешкімнен қорықпаймыз деген сияқты, мүмкін біз президент болайық, мемлекеттік, бәрібір мына белгіні көргенде біз ары қарай бармауымыз керек екен. Өйткені бұл өмірге қауіпті нәрсе. Ар жақта мүмкін өте бір үлкен қауіп төніп тұруы мүмкін да. Сондықтан рұқсат етілмейді ешкімге де. Сонда мына жерге келген мына машина ізіне қайтып кете ма, кері бұрылып кете ма? Кері бұрылып кетіп қалады, иә. Немесе тұрады, ары қарай бармайды, рұқсат бермейінше. Мүмкін ар жақта үлкен бір өрт шығып жатыр ма, мүмкін сел жүріп жатыр ма, өте өмірге қауіпті нәрселер болса, сондай болады, иә. Иә. Көрсетілген траекторияның қайсысы дұрыс? Ешқайсысы дұрыс емес, иә. Мынаған қарасақ, мынау екінші жолақ көрсеңіз, тура жүру керек деп тұр, иә. Мына төрт бұрышты белгі, ол жалпы жол қиылысына әсерлі. Жаңа біз домалақ қызықтар туралы айтып едік қой, иә. Мына көк машинеге мына жол белгі әсер ете ма, тек мына жолаққа әсер ете ма? Так, қазір қайтып айтамын. Мына белгіні көріп тұрсақ, бұл деген мынау жол қиылысы деген мынау. Иә. Соған бәріне әсер етеді. Бұл бірінші жүргін бөлік, екінші жүргін бөлік деп бөлмейді. Бұл жалпы осы жол қиылысына әсер етеді. Жаңа біз алдында айттық қой, егер домалақ белгі болса, ол тек біреуінің ғана әсерлі болады. Домалақ. Қай жерде тұр? Мына жерде тұрса, ол осы жерге ғана әсер етеді. Мына жерде тұрса, ол осы жерге әсер етеді деп айттық қой жаңа алдыңғы неде. Иә. Мыналар болса жалпы жол қиылысына. Енді бұл жол қиылысына не айтып тұр? Мына жолақтан оңға қарай жүру керек дейді. Мына жолақтан тек тура жүру керек дейді. Енді мына жерде көрсетіп қойыпты. Кері дейді, солға дейді. Осы дұрыс па? Дұрыс емес. Өйткені знак айтып тұр, тек тура деп тұр. Сондықтан жауабымыз қандай болады? Барлық көрсетілген дұрыс емес. Бәріне тыйым салынады. Тыйым салынады. Төртінші жауап. Так, сізге медицина қызметкеріне көлік құралыңызды беруге міндеттісіз ба? Бұл жалғыз тұр, жанында ешқандай жарақат адам жоқ. Міндеттісіз, егер
жол жөнекей болса, яғни сіздің бағытыңыз бірге болса, онда міндетсіз. Есіңізде ме? Біз айтқанбыз, егер бұның жанында ауру болса, онда міндетті түрде апарып тастауымыз керек. Егер ол адам жоқ болса, онда тек жол жөнекей болса ғана. мақұл. Осы жол белгілері сізді нені хабар етеді? Яғни мына парковка деп тұр, жолдың сол жақ бетінде дейді, иә. Солға қарай көрсетіп қойыпты. Жүретін бөліктің сол жағында тұрақ орны бар екенін хабар етеді. Тротуардың сол жағында тұрақ орнының бар екені туралы хабардар етеді. Тротуардың сол жағында дейді. Яғни тротуардың ар жағында деген сөз. Мына жақта тротуар көрінбейді ғой, бар ма? Мынау ғой тротуар. Жүретін бөліктің сол жағында тұрақ орнының бар екені. Яғни біріншісіне сүйенетін болсақ, жолдың сол жағында дейді. Сол жағында парковка бар дейді. Ал екіншісі тротуардың сол жағында дейді. Сол ар жағында, иә, бар екені хабар етеді дейді. Ну, негізі, екінші жауап белгілейміз ба? егер мына жерде бір цифр жазылып тұрса, 10 метр, 20, 100 метр, онда мына жерден 100 метрден кейін деп түсінетін. Ешқандай цифр жоқ, яғни жолдың сол жағында деген сөз. Біріншісін қойып көрейік. Кішкене нақты жазбақ жауабын. Так, ары қарай. Мына жерде қараңыз. Мына жерде анық жазылып тұр, 100 метр деп. Яғни тұрақ орны қашықтығы 100 метр жол жүру бөлігінің сол жақ тиегінде. Дұрыс емес сияқты. Тұрақ орны қашықтық 100 метр сол жағынан тротуарға толық немесе жартылай кіруімен дейді. Жолдың сол жағында 100 метр жерде орналасқан тұрақ орны. Үшіншісі дұрыс қой. Яғни біз солға қарай бұрылғаннан кейін 100 метрден кейін, соң қайсысы дұрыс болады? Жолдың сол жағында 100 метр жерде орналасқан тұрақ. Жоқ. Иә. Бұл дұрыс емес шығар. Неге? Жолдың сол жағында 100 метрде орналасқан. Жолдың сол жағында 100 метр жерде орналасқан. 100 метр жерде орналасқан тұрақ орны бар. Оны былай түсіну мүмкін мына жазудашы. 100 метр жүргеннен кейін сол жақта деп. Ары қарай 100 метр жүреміз ғой. Сол жақта деп айтып тұрған сияқты да. Егер жолдың сол жағында 100 метрден кейін деп жазып қойса, біз түсінетін едік. Тұрақ орны қашықтығы 100 метр жол жүру бөлігінің сол жақ жиегінде. Жиегі деген дұрыс емес, яғни бойында деген сөз дұрыс емес. Тұрақ орны қашықтығы 100 метр сол жағынан тротуарға толық немесе, бұл енді үш дұрыс сияқты, басқасы кішкене келіңкіремейді. Подтвердить. Негізі 100 метрден кейін деп жазу керек еді, сонда біз анық түсінетін. Қандай көрсетілген жол белгілері елді мекеннен тыс жерлерде орналасқан кезде қайталанады? Есімізде ме? Қай белгілер қайталанады қаланың сыртында? Бірінші, екінші. Өте дұрыс айтасыз, бірінші және екінші белгі. Көрсетілген жол белгілерінің қайсысы белгіленген аймақта орналасқан кәсіпорындарға қызмет ететін, сондай-ақ белгіленген аймақта тұратын немесе жұмыс істейтін азаматтарға немесе осы азаматтарға тиесілі көлік құралдарына рұқсат береді. Есімізде болар, ол мына 2 мен 3. 2 мен 3. Ол тек 2 мен 4 па? 2 мен 4 деген. 2 мен 4 мен өзім 4-ті көрсетіп 3 деп айтып тұрмын ба? 2 мен 4, яғни бұл сол жерде тұратын немесе сол жерге қызмет істейтін көліктерге ғана кіруге рұқсат береді. 2 және 4. Қайталасып қалмау үшін. Үшінші. Жол белгісінің қайсысы сізден белгілі бір қысқа дистанцияда қозғалуды талап етеді? Әрине мынау, арасында қашықтық сақтап жүр деген сөз. Дұрыс қой. Мынау 10 метр деп тұр ғой. Ол жалпы машинаның ұзындығы. Машинаның ұзындығы 10 метрден аспасын. Мынау айтып тұр, дистанция деген мына екі машинаның арасын айтады. Иә. Мынау не? Арасы 2,7 метр ма? Бұл екі бағананың ортасы. Мысал үшін бір воротаға кірсек, воротаның ені 2,5 метр. Мысал үшін біз комбайнмен воротаға кіре алмаймыз. Комбайнның несі бар ғой жаңағы? Оратын. Жатқасы 6 метр, 5 метр мынадан кіре алмайды ғой. То есть біздің қақпаға кіретін қақпаның ені ғой 2,7 метр. Егер стрелка былай тұрса, жоғары төмен, онда биіктігі. Мынау ені. Мынау жалпы машинаның ұзындығы. Мынау араға. Жалпы 2-ні белгіледік, подтвердить еттік па? Подтвердить. Жоқ, подтвердиться ауысып кетеді ғой. Қараңыз. Бірден ауысып кетеді.
Көрсетілген қай жол белгісі басқа жүру бөлігіне ауысуды нұсқа береді. Басқа жол деген яғни мынау басқа жол бөлігіне, яғни біздің алдымызда жұмыстарын жасап жатқандықтан біз қарама қарсы бағытқа шығып кетеміз. Уақытша уақытша сонымен жүреміз, пока біз қайтарғанша, иә. Яғни ол жол мына бесінші белгі. Ана басқа белгілер не касается ма? Басқасы қайтысты жоқ. Басқа жол бөлігіне ауысу дейді, яғни ол мынау есеп не бойынша, ереже бойынша солай аталады белгінің аты. Жол белгісі нұсқар түрінде болған жағдайда, мына біреу доғал сияқты қылып сызып қойған бағыт, ол нені білдіреді? Яғни біздің мына жолағымыз қысқарады, яғни мына жаққа қарай ауысып кету керек деп айтып тұр. Мінекей айтып тұр, сізден қарсы келе жатқан көлік құралы жағындағы бүйір ағаш жоқ, бұл дұрыс емес. Жол белдіктерінде қысқаруына байланысты кезінде оң жақ бөлікке ауысу. Яғни мынау, яғни біздің мына жолағымыз қысқарады жақын арада. Біз оны бұрылыстан кейін көрмейміз, сондан. Яғни біз деген мына жаққа қарай ауысып кетуімізді сұрап тұр. Яғни ол жауап 3. Так, мынау не дейді? Көрсетілген жол белгілерінің қайсы жаяу жүргіншілер өткеліне жақын қалған? Ескерту белгісі. Ескерту деген ол әрине мынау, иә. Бірінші ғана. Ескертіп тұр. Осы жағдайда тоқтауымыз мәжбүрлі ма дейді. Жоқ, бұл мәжбүрлі емес. Бұл деген жүріс барысында пауза жасау. Яғни мына адам бізге жүруге болмайды деп тұр. Яғни бұл мәжбүрлі емес. Бұл деген кәдімгі жүріс барысындағы тоқтауға жатады. Қызмет бабымен деп айтады, немесе жүріс барысында тоқтауыңыз мәжбүрлі болып табыла ма? Мәжбүрлі Иә емес па? жоқ. Тоқта дегенде тоқтамаймыз ба? Жоқ. Әрине тоқтаймыз, бұл сұрақ қойып тұр. Мәжбүрлі тоқтау ма дейді. Мәжбүрлі тоқтауға не жатады? Есіңізде ме? Егер машина апатқа түсіп қалса, бұзылып қалса, ауырып қалса, тағы сондай аяқ астынан болған жағдайда, көзге біреу фарын жарқып шағылыстырса деген сияқты, ондай кезде біз аварийка жағып тоқтаймыз, жүріп келе жатқан жолақта ауыстырмай тоқтай саламыз. Ол мәжбүрлі тоқтау. Ал мынау жүріс барысында қажет ет. Қызыл, мысалы бағдаршамның қызыл сигналы, мынау жол недегі темір жол өтпесінде кезекшінің сигналы ғой, тоқта деген. Иә. Яғни бұның бәрі жүріс мәжбүрлі емес, жоқ дейміз, иә? Мәжбүрлі емес, ол керек. Жол ережесіне байланысты тоқтау, иә. Көрсетілген қай жол белгісі тек ол орнатылған жерде? Есіңізде ме? Тек бірінші ғана бөлікке ғана әсерлі. 1 және 3. Уже түсіндіңіз, 1 және 3. Осы жүргізушілердің қайсына жүруге болады? Мына жерде не деп тұр? Мына жерден ары қарай адамның ғана жүретін жол деп тұр. Мына екеуіне барса бола ма деп сұрап тұр. Болмайды, екеуін де болмайды. Солай ғой. Өйткені бұл тек неге болмайтынын түсінбей қалдым. Неге түсінбей қалдыңыз? Мына белгі не айтып тұр? Мына көше жүргізушілердің қайсына жүруді тура жалғастыруға болады. Мына белгі тұр ғой, белгі тұрған ары қарай шекара. Тек адамдар ғана, жаяу адам жүру керек. Даже велосипедпен жүруге болмайды. Велосипедпен келсеңіз де түсіп қалып жаяу жүруіңіз керек. Мынау кішкентай аллея ма сонда? Түсінбей қалдым. Жалпы мынау не деп атайды ғой, Арбат дейді. Алматы қаласында Панфилов көшесі бар, Жібек жолы көшесі бар. Иә? Білесіз ғой, адамдар ғана жүретін жол. Немесе кез келген паркке кіріп кетсек, парк бар ғой, үлкен парктер. Парктерде адам ғана жүреді ғой. Сол сияқты мынау тек адамдардың ғана жүретін аймағы. Мына жерден басталады. Ары қарай тек машинаны тастап жаяу бар ғой, қысқаша айтқанда. Яғни тыйым салынады екеуіне де деп қоямыз. Көрсетілген қай жол белгісі бір жақты жол жүру учаскесін білдіреді? Бір жақты деген яғни односторонний. Ол мынау, иә? Дұрыс қой, иә? 3-ші белгі. То есть 4-ші. Ана 3 не? Мынау ма? Екеуінің қандай несі бар еді? Айырмашылығы, соны ұқпаймын ғой.
Так, жаңа ғана мен сізге айтқам, тағы да есіңізде сақтап алыңыз. Жаңа мынандай сұрақ болған, қараңыз. Мындай бұрылыс тұрған. Аулама бірдеңке тұрды ғой. Егер осында қиылыс. мынандай белгі тұрса, квадратный, иә? Квадратный белгі тұрса мынандай, бұл нені білдіреді? Мынау бір бағыттағы жол, яғни бұл жерде қарама қарсы бағыт жоқ. Соны айтып тұр мына белгі. Мынау қарама Аха. қарсы бағыттағы жол. А егер осы жерде мынандай белгі тұрса, ол міндетті түрде тура жүр деген сөз. Яғни солға қарай бұрылуға болмайды деген сөз. Яғни мына белгі, домалақ белгілер негізі. Ол ескерту белгісі. Мына не тыйым салу, ескерту емес, тыйым салу белгісі, немесе мынау нұсқау белгілері, немесе міндеттеу белгілері. Олар бір бұрылысқа әсер етеді да. А мынау ешқандай қатысы жоқ ол бұрылысқа. Бұл деген айтып тұр бір бағыттағы жол дейді. Сонда бізде сұрап тұрған не? Бір жақтағы жол қайсысы дейді. Бұл Төрт. үшінші жауабы. Төртінші, төрт қой мынау, төрт. Төрт деп басамыз. Келесі сұрақ. Сізден осы жол белгісі жағдайында міндетті тоқтау талап ете ме дейді. Мына белгіні біз білеміз, қарама қарсы машинаға жол бер дейді. Себебі мына ара қашықтық кішкентай, екі машина сыймайды. Мына жерде қарама қарсы машина деп жатқаныңыз мотоцикл ма? Иә. Мына белгі, Көлік. мына белгі айтып тұр. Егер алдыңыздан машина келе жатса, мына жерге тоқтап тұрыңыз дейді. Мына алдыңызда өтіп кетсін дейді. Өйткені мына жерге екі машина сыймайды. Бірақ енді мына жерде сұрақ қойып тұр. Егер мотоцикл екі аяқты машина келе жатса, жол беру міндеттісіз ба дейді. Жоқ, егер біз сыйып кететін болсақ деген бар. Не айтып тұр? Жоқ, егер екі көлік емін-еркін өтіп кетсе дейді. Емін-еркін өтіп кете аламыз, өйткені мынау екі дөңгелекті машина ғой, мотоцикл. Сондықтан жауап не болады? 3 болады. Түсінікті ма? Или түсінбедіңіз ба? Мына жерде КамАЗ келе жатса сіз Жақсы, әрі қарай кете берейікші. Иә. жоқ, сіз түсінбесеңіз кетпей ақ қояйық. Егер мына жерде КамАЗ келе жатса не істейсіз? Біз тоқтап тұрасыз. Өйткені мына жер біздің тоқтап тұрған жеріміз кең. Мына жер тар. Бутылканың аузы сияқты мына жер тар. Иә, иә. Біз мына жерге тоқтап тұрамыз, өйткені мына белгі айтып тұр. Мына белгі айтып тұр, жол беріңіз деп. Ана кісіге басымдық бере ма ана белгі? Ана кісіге басымдық береді, иә? Ол адамның алдында көрпіс бар, мынандай төртбұрышты белгі тұр. Төртбұрышты белгі ол басымдық береді. А домалақ белгі ол жол бер дейді. Мынау тыйым салу белгісіне ұқсап тұр ғой домалақ. Біз жол береміз мынаған. Бірақ егер бұл жерде жеңіл машина емес, КамАЗ емес, мысалы мотоцикл келе жатыр. Біз сыйып кететін болсақ, не үшін тоқтап тұрамыз? Логикалық тұрды ойлап қарасаңыз. Жан жаққа еркін жүре алса. Енді түсінікті. Түсінікті ма? Иә. Сізге қиылыста қандай бағытта қозғалыс жалғастыруға болады дейді. Мына белгінің аты не білесіз ғой? Мына алдымызда жатқан көше, бірақ бағыттағы жол. Иә. Яғни біз солға бұрыла алмаймыз. Солға бұрылсақ, біз қарама қарсы бағытқа кетіп қаламыз. Ал бірақ мына тұрған территория, ол нейтралды территория дейміз, бұл деген жол қиылысы ғой, мынау. Ол нейтралды. Сондықтан біз деген тура жүре аламыз, әрине, оңға кете аламыз, және кері айланып кетсек те болады. Яғни үш бағытта жүрсек болады. Тек мына жаққа бармасақ болады, өйткені ол жақта бізге жол жоқ, өйткені ол айтып тұр белгі. Ол тек былай қарай жүретін жол дейді. Сондықтан не деп жазамыз? Тура, оңға және кері деген қоямыз. Үшінші жауап тура. Мынанышы, көрсетілген қай жағдайларда жүргізуші көлік құралдарының өздігінен жолды жүру бөлігіне шығып кету болдырмайтын тұрақты тұрды дейді, тұраққа тұрды дейді. О, қатырыпты сөзді. Қайсыныкі дұрыс дейді, иә? Мына машина қалай тұр? Мына белгіге қарайтын болсақ, бұл белгі нені айтып тұр? Мына біздің жолымыз өрге қарай кетіп баратыр дейді. То есть мына екі машина тауға кетіп баратыр. Мына екі машина таудан түсіп келе жатыр. Екеуінде мысалы қол тормозы, ручной тормоз жұмыс істемейді, мысал үшін. Ол рулін қай жаққа бұрып қойғаны дұрыс дейді. Мына машинаның қарайық, рульді мына жаққа бұрып қойыпты. Егер ол жүрсе мына жаққа кетіп қалады, екі дөңгелек былай кетіп қалады ғой. Значит, бұнікі мынанікі дұрыс емес, бұл жолға кетіп қалады. Значит, бұнікі дұрыс емес, та? Енді мынаған қарайық. Мынау дөңгелегін былай бұрып қойыпты. Яғни дөңгелек бұрылып тұрғанда, мына машинаның арт жақ дөңгелегі мына жаққа кетеді.
дұрыс емес. Ал мынау былай қойып қойса, значит машина былай кетіп қалады. Сонда мынау дұрыс екен. Сонда қайсысы дұрыс болды? Және төрт. бір және төрт. Бір және төрттігін жауап ол қайсысы? Біріншісі, иә? Так, ары қарай кеттік. Жүргізуші бұл. Жүргізуші деген көлік құралын басқаратын, жол бойымен мал, табын, жүк артылған, жегілген немесе мініс малын айдаушы. Қысқаша айтқан кезде, Осы. Иә, осы жүргізуші. жүргізуші деген ол не только көлікті жүргізетін, және малды айдайтын адам да жатады, иә? Оны біз алдыңғы Иә, сабақта. есте қалды бұл. Талдадық қой. Сізге жеңіл көлікпен қиылыста қандай бағытта қозғалуға рұқсат? Бұл да бір бағыттағы жол ғой, мынау енді мына знакқа қарайтын болсақ. Біз деген тура жүрсек болады, оңға қарай бұрылсақ болмайды. Өйткені ол автобустың жолағы. Солай ғой, иә? Тура жүрсек болады, солға Сізге кетсек. жеңіл автокөлікпен қиылыста қандай Жеңіл бағыттарда қозғалысыңызды жалғастыруға болады? Төртінші жауап дұрыс па? Дұрыс. Тек оңға кетпесек болды. Дұрыс емес пе? Мына белгі бірақ бағыттағы жол деген сөз. Былай қарай жүреміз ба тек? Солға қарай ғана жүреміз, иә? Мына знакқа қарайтын болсақ, бізде оңға қарай бізде жолақ жоқ мүлде. Мына знак не Жол айтып, жоқ. мына знак не айтып тұр? Мынау бірақ бағыттағы жол дейді. Яғни оңнан солға қарай кетіп бара жатқан жол. Оңға қарай жүретін тек автобус ғана, көріп тұрсыз ба? Автобустар ғана. Автобустың жолағы Иә, бар. иә. Басқа машиналарға Жеңіл машинеде тұрмыз, сондықтан тура солға кері бағытта. Егер солға бұрылса кері бағытта міндетті түрде бұрыламыз, сон бір есімде сондай қалған тәрізді. міндетті емес. Солға барғыңыз келсе солға кетесіз, кері болса кері. Ол өзіңіздің құқығыңыз ғой, қайда барғыңыз келеді. Түсінікті. Сіз бір Мына нәрсені жерде шашытып тұрсыз. Сіз басқа нәрсені шашытып тұрсыз. Жаңа солға бұрылуға болмайды деген жерде кері бұрыла беруге болады. Или керісінше кері бұрылуға болмайды деген жерде солға бұрылуға болады. жақсы, онда шатыстырдым мен. Тура солға және кері бағытта, түсінікті. Осы жағдайда сіздің тоқтауыңыз мәжбүрлі ма? Жоқ, бұл иә, бұл мәжбүрлі. Өйткені алдымызда тұрған кедергі мәжбүрлі болып саналады. То есть біз амал жоқ тоқтаймыз, аварийкамыз жағып күтіп тұрамыз. Мына адам бізге не дейді? Ол бір сағат үндемей қойса, бір сағат тұрамыз ол жерде. Бірақ енді ол әрине машиналар жиналып қалған көреді да, былай қарай қолмен сілтейді, былай қарай айланып өтіңдер деп. Не болмаса мыналар жылдам сызады да алып тастайды мына машиналарды жолдан. Сондықтан біз не деп жазамыз? Иә деп жауап Иә. береміз. Көрсетілген жол белгілерінің қайсысы қызмет көрсету белгілеріне жатпайды? Ол такси. Такси деген ол 5-ші топқа жатады. Жаңағы ақпарат беру, нұсқау белгілеріне жатады, да бұл. Бұл сервисқа жатпайды, қызмет көрсетуіне жатпайды. Сондықтан жауап 3. Осы жағдайда көрсетілген қай траекторияға жүруге болады? Есімізде болса, мына белгі кері айланатын жер дейді. Кері айланатын жерде солға бұрылуға болмайды. Біз айтқанбыз, есіңізде болар, иә? Кері бұрылуға, то есть кері айланатын жерде солға бұрылуға болмайды. Сондықтан біз тура жүреміз және кері айланамыз. 1 және 3. 1 және 3-тен қайсысы ол мынау? Қандай көрсетілген жол белгісі 2 және одан да көп көрсеткен көп жолдарды бар теміржол өтпесі туралы ескертеді? 4-ші. 2 және одан да көп теміржол өтпесі. 2 және мынау. 4-ші жауап тура. Дұрыс айттыңыз. Сізге қиылыста қандай бағыттарда қозғалысыңызды жасауға рұқсат етеді? Мына жерде көріп тұрсыз қой, мынау бірінші не бөлік, мынау екінші бөлік. Мына белгіні қарайық, қазір кішкене сызып та көрсетіп кетейін. Так, зумымыздың да уақытысы бітіп жатыр, қазір енді үлгереміз. 10 минут бар дейді ғой. Иә. Мысалы, мынау деген бірінші бөлік, та, солай ғой, бірінші бөлік. Мынау екінші бөлік жолдың. Өшпейтіндей қылсайыншы. Мынау жолдың бірінші бөлігі, мынау екінші бөлігі. Мына белгі деген қай жерде тұр? Яғни ол мынаған ғана әсер етіп тұр. Яғни бұл жерде міндетті түрде тура жүру керек дейді. Бұдан біріншісінен өтіп кеттік. Екіншісі деген
бәрібір маңызды емес. Сондықтан біз деген тура жүрсек болады, және екіншіден солға бұрылсақ та болады, иә. Кері айлансақ та болады ол жерден. Сонда не деп жауап береміз? Сонда біз не жауап береміз? Мен түсінбедім мына сұраққа. Қиылыста қандай бағыттарда қозғалысыңызды жалғастыруға болады? Ана қызыл сызықтар неге ол екі бөлікке бөлініп кетті аядай жеріне, оны түсінбедім еш. Мына ортада тұрған шөпті көріп тұрсыз ба? Шөп. Яғни бұл жерде екі жол бөлігі бар. Бұл жерде мен сізге миллион рет айттым ғой. Жаңа сіз айтқан Ташкентский көшесі, ортасында бөлінген жолағы бар. Егер сіздің жол қиылысында бір жолыңыз екіге бөлініп тұрса, ортасынан ондай бірдеңе бөліп тұрса, ол тротуарда плитка болуы мүмкін, шөп болуы мүмкін, ағаш өсіп тұруы мүмкін. Яғни мына бірінші бөлік, мына екінші бөлік, екі бөлікті жол ғой. Иә. Соңғырақ айтамын, мына Енді сізде қиылыста қандай бағыттарда домалақ қозғалысыңыз? белгілер, тағы айтып айтамын, мына домалақ белгілер жолдың бірақ бөлігіне ғана қатысты, екінші бөлігіне қатысты емес дедік. Егер бұл жерде квадратный знак тұрса, ол деген жалпы жол қиылысына қатысты. А домалақ белгілер тек бірақ жол қиылысына, то есть жол қиылысының бірақ бөлігіне. Кейбір жолдар бар ғой, бір жол қиылысында бірақ бөлік бар. Мына жерде екі бөлік бар. Сондықтан ол бірінші бөлікке ғана қатысты. Ол өйткені знак қай жерде тұр? Мына жерде тұр. Егер бұл знак мынау жақта тұрса, екінші бөліктің алдында тұрса, онда екінші бөлік әсерлі болатын еді. Егер ол знак мына жерде тұрса, мысалы үшін, арғы бөлікте тұрса, онда біз соған бағынатын едік. Ал ол қазір мына жерде тұр. Көріп тұрсыз ба? Ал енді жауабы қайсысы? Ойнақ тура жүреміз, және екінші бөлікке солға. Тура және қозғалыс бағытындағы бірінші және екінші өтпелерге солға дейді. Біріншіге дұрыс емес. Тура және қозғалыс бағытының бірінші өтпесіне солға дұрыс емес. Тура және қозғалыс бағытының екінші өтпесіне солға дейді. Осы дұрыс. Екіншісіне ғана Иә. солға. Иә. Оны өшіріп тастайық. Айтып берді. Көрсетілген жол белгілері сізді неден хабардар етеді? Егер мына тақтайшаның екі жағында стрелка тұрса, яғни осы жерден бастап 10 километрға дейін жолдың шетіне шығып кетуге болмайды. Өйткені жолдың шеті қауіпті деген сөз. Осы белгіні қойды ғой, белгіні қойды мына жерден бастап. Бұл енді қаланың іші ма, сырты ма? Сырты ғой. Енді қаланың сырты болса, егер мысалы үшін қаланың сырты болса, 150-300 метрден кейін мына жолдың шеті қауіпті дейді. Яғни жолдың шетіне тоқтамаңыз, жолдың шетіне шығып кетпеңіз деген сөз ғой. Сонда не дейді? Белгілер әрекет ететін аймақта жол жиегінің шетіне шығу қауіпті. Белгіленген әрекет ететін аймақта көлік құралдарының жол жиегіне тоқтауына тыйым салынады дейді. Жоқ, олай емес. Ол жауап бір. Біріншісі. 10 километр бойы абай болыңыз, жолдың шетіне шықпаңыз деген сөз ғой. Иә. Аялдау. Аялдау деген мынау көлік құралының 5 минутқа дейін кідіруі, немесе одан асып кетсе адамды отырғызу, немесе көлікті тиеуге байланысты болса, ол тоқтауға жатады. То есть тоқтау немесе аялдау деген 5 минутқа дейін тоқтау, немесе уақытқа байланысты емес. Егер ол көлікті тиеп жатса, немесе адамды отырғызып түсіріп жатса, онда 5 минуттан асып кетіп жатса да, оны біз әдейілеп тоқтау дейміз. Біз алдында айтып қой, тоқтаудың әдейілеп дегені бар, амалсыз дегені бар, және жүріс барысында деп айтқанбыз. Мынау әдейілеп тоқтаудың түрі. Келесі, осы жағдайда бұны білесіз, екі көлікте 40-пен келе жатыр. Екеуі де 40-пен келе жатыр. Қайсы жолды бұзып жатыр? Ережені бұзып жатыр. Сары. Сары. Өйткені бұның төбесінде айтып тұр. Бұл жолақпен 50-ден жоғары жүру керек дейді. Сондықтан сары көлік бұзып тұр, иә. Так, мына жерде де сіз білесіз, қайсы ережені бұзып жатыр? Мына сплошной түзу сызықты басуға болмайды. Қайсысы басып жатыр? Сары. Сарылардың бәрі ереже бұзғыш екені. Так, біріншісі. Көрсетілген қай белгі тікелей қиылыс алдында орнатылады? Қалай ойлайсыз? Дәл сол. Бірінші, үшінші. Жоқ, дұрыс емес. Мына біріншісі белгі. Үшінші. Иә, дұрыс. Мынау деген белгі ескерту сияқты, көрдіңіз ба? Алдын ала қойылады. Ермек, неден демей қалдыңыз? 4 минут бар ғой әлі. Иә, давайте. 4 сұрақ қалды, жылдам үлгереміз.
қиылыста сізге қай траекториямен қозғалғанға рұқсат береді дейді. Мына белгіні қарап тұрсаңыз, ол қай жерде тұр? Бірінші бөлікте тұр. Яғни бірінші бөлікте тура жүреміз, а екінші бөлікте неважно. Яғни 3 және 2. Дұрыс қой, 3 және 2. Басамын. Мына белгі нені білдіреді? 250 метрден кейін міндетті түрде тоқтау деген белгіге жақындаймыз. Яғни алдымызда 250 метрден кейін. Аялдамай жүруге тыйым салады. Яғни міндетті түрде тоқтау деген белгіге 250 метр қалды дейді. Так, мынаны білеміз, мына жерде 50 метрге дейін тоқтауға болмайды, мына 30 метрден кейін тоқтап тұр. Яғни тыйым салынады. Так, велосипедтің жолы дейді. Осы жүргізушілердің қайсысына рұқсат береді дейді. Қараңыз. Екеуіне де рұқсат берілмейді. Өйткені біреуі мотоцикл, біреуі жеңіл көлік. Ана жерде тек велосипед жүру керек дейді. Яғни екеуіне де тыйым салынады. Ханым барсыз ба? Міне қайта қосылдым, иә. Қош келдіңіз. Мына жерде көріп тұрсыз ғой, мына жер деген ары қарай велосипед қана жүру керек. Мына жерде автомобиль мен мотоцикл екеуіне де болмайды. Тыйым салынады. Енді осы жүруден қайсына жүруді тура жалғастыруға тура келеді дейді. Екеуінде де болмайды. Дұрыс қой, екеуінде. Не үшін? Өткен бұл велосипедтің жолы ғой. Мына жерден бастап ары қарай тек велосипед жүру керек. Бағанағы арбат сияқты ма? Иә, ол жерде адамның суреті тұрған, енді мына жерде велосипедтің суреті тұр. Сізге знактардың бәрін қайталап керек сияқты. Барлық знактарды қарап шығыңыздар. Өйткені знак, мен сізге айтқанмын басында, знактар деген ол 50%. Бүкіл правиланың 50%. Знакты білмесек кішкене қиындау болады. Енді біздер екінші зумға кірдік па, екінші 40 минутқа? Жоқ, кірген жоқпыз.